2000 жылы Қазақстанның түкпір-түкпірінен біршама жаңа өнердегі жүрген жігіттер осы Астана қаласына келген болатынбыз. Біз мына мәдениет басқармасының жатақханасында тұрдық. Біз мына остановка Бакалея деген сол кездегі әлі есімде. Бұрын тек бір 2-3 жерге апаратынбыз Астанада. Бір бәйтеректің қасына апарамыз. Төбесіне шығарғың келмейді, бәйтеректің төбесіне шығарсаң қалған жерлер көрініп қалады деп айналасында суретке түсіріп, бір жақсы жерлерді іздеп сөйтіп жүрдім. Қазір қай жаққа қарасаң да, былай қарасаң да әдемі Астана, былай қарасаң да әдемі, былай қарасаң да әдемі. Шыдай алмай көп жігіттер мен қыздар кетіп қалған кездер болды. Астананың болашағына сенбей, жанымызда жатқан жігіттердің кетіп қалған уақыты болды. Көпшілігі сол уақытта келген емес, қазірдің өзінде барлық астаналық болып кетті шыны керек. Астана туралы бір сөз айтып жатса, жел ғой, суық қой депсе, кәдімгі Астананы кәдімгідей қорғаймыз отырып.